Reddit қолданушылары 24 сағаттан кейін сізді барлық әлем іздейді. Егер таппаса, сізге $1 миллиард береді. Қайда жасырынасыз немесе тығыласыз? Біздің YouTube арнамызға өтіп, подписаться етуді ұмытпа. Қазақ тілін бірге дамытайық. Өзімнің бөлмеме онда ешкім кірмейді. Шотландиядағы Оук Айленд аралына тығыламын. Ол жақта әдеттегідей ештеңе таппайды. Мен ескі киім сататын дүкенге барып, ескі киімдер сатып аламын және сөмкеме консерваларды жинап алып, қолыма көмектесіңіздер деген жазу жазып, бомждардың арасына барып өмір сүремін. Сосын барлық бомждар сені ұнатпай төбелеседі. Солай сенің ұсталып қалу шансың арта береді. Бірақ бүкіл әлем сені іздеп жүрсе, барлық бомждар да сені іздейді және олар жаңадан келгендерді ұната бермейді. Мен адамдар жүрмейтін далалықтарға, болмаса қала мен қала арасындағы автобустарда өткізетін едім. Өйткені ол жерде құжаттарды тексермейді. Мен дүкенге сүт пен темекі алуға шығамын. Бұрын менің батям солай шығып кетіп оралмады. Айтады деп отырсыңдар ма? Идите в жопу бәрің, 23 сағат қалды. Мені іздеуге сәттілік бәріңе боқмұрындар. Мен азиатпын. Көп адамдар менің орныма ұсталады. Маған еш тығылудың керегі болмайды. Азиат ретінде келісемін. Тығылатын жерімді осында жазбайтын түсінікті ғой. Онда сені басқа жерден іздейміз ғой. Сол үшін бұлай жазғаның қате болды. Пикникке шығам. Жаңалықтарға сенсек, пикникке шығып жоғалған адамдар всегда табылмайды. Хотя бы бір аптадай табылмайды. Жарайды, пикникке шық, аюдың кешкі асы бол, сосын аюдың боғы бол, сосын бір аптадан соң реинкарнация жасап жаңа адам бол. 18 жыл күтті, ақшаңды алып кет. Көп тамақтарды жинап аламын да далалық жаққа қарай кетемін. Сосын жерді қазып, сонда жасырынамын. Арнайы дрондар жердің беткі сұлбасының өзгергенін байқап қояды. Сатқыр, қазір 20 ғасыр екенін ұмытып кетіппін ғой. Сіздер түсінбей тұрсыздар, 7 миллиард адам сені іздеп жатыр. Бұл тек бір жерге қашып кетем, тығыла салам деген жұмыс істемейді. Өйткені барлық халықтар, военныйлар, шпиондық ұйымдар, бәрі сені іздейді. Сенің далалыққа қашып кетем дегенің мүлдем өтпейді. Спутниктер сенің қайда бара жатырғаныңды, қандай көлікке отырғаныңды бәрін көріп біліп отырады. Жарайды, оларды қолдана алмайды дегеннің өзінде 24 сағаттың ішінде бір алысқа қашып немесе тығылып қала алмайсың. Сол үшін өте қиын. Мен 24 сағатымда түрімді өзгертуге жұмсаймын. Барынша түрімді өзгертіп, мені іздеп жүрген талпаға қосыламын. Талпаның арасына кіргеннен кейін сыбырлап, ана адам біртүрлі көрінеді екен деп айтып баста. Ана жігіттің басында өтірік парик киіп алған екен деп барлығын шатастырып, басқа біреуді көрсетіп жібер. Егер қандай жағдай болса да біреу арзан парик киіп алса, оның ұсталып қалу шансы көп. Мен жай ғана сақалымды алып тастап жүре берем. ФБР, түсініп қойдым сенің жазғаныңды. Бүгін емес ЦРУ. Егер мені тапқан адам миллиард алса, ең жақын досыммен келісіп беріле салам. Бірінші күні тауып алады және екеуміз ақшаны бөліп аламыз. Автор, чё там, тығылатын жер таптың ба? Ал сені бүкіл әлем іздейтін болса, қай жерге жасырынатын едің? Комментарийға жазып отыр.